Отбасылық тәрбие және үйлесімді отбасы құру. Отбасы – баланың өсуіндегі алғашқы мектеп, ал ата-ана оның алғашқы ұстазы. Жақсы отбасылық тәрбие баланың мінез-құлқына, әдеттеріне және тұлғалық дамуына тікелей әсер етеді. Сонымен қатар отбасының үйлесімділігі мен бақытына ықпал етеді. Дегенмен өмірде көптеген отбасылар тәрбие туралы әртүрлі көзқарастарға, ұрпақтар арасындағы қарым-қатынастың қиындығына байланысты келіспеушіліктерге тап болады. Сондықтан баланы тәрбиелей отырып, отбасылық үйлесімділікті сақтау әрбір ата-ананың маңызды міндеті болып табылады. Түсіністік пен құрмет – отбасы үйлесімділігінің негізі. Отбасындағы барлық мүшелер бір-бірінің сезімдері мен қажеттіліктерін түсініп, құрметтей білуі керек. Ата-аналар бала тәрбиесінде тек оның үлгеріміне емес, сондай-ақ психологиялық дамуына назар аударуы қажет. Балаға өз қызығушылықтары мен мінез-құлқын қалыптастыруға мүмкіндік беру өте маңызды. Сонымен қатар, балалар ата-анасының жанашырлығын түсініп, алғыс білдіруді және эмпатияны үйренуі тиіс. Ерлі-зайыптылар да бір-біріне қолдау көрсетіп, жылы қарым-қатынас орнатуы керек. Тиімді қарым-қатынас – жанжалдарды шешудің кілті. Отбасындағы кикілжіңдер көбіне дұрыс қарым-қатынастың жоқтығынан туындайды. Ата-аналар мен балалар, ерлі-зайыптылар арасында ашық сөйлесу мәдениетін қалыптастыру маңызды. Бірін-бірі тыңдап, ойларын ашық жеткізуге мүмкіндік беру керек. Балаларға ақыл айтып, тек мен сен үшін уайымдаймын деген сөздермен шектелмей, олардың ішкі жан дүниесін түсінуге тырысу керек. Өнеге көрсету – баланы тәрбиелеудің ең тиімді жолы. Балалар көбінесе ата-анасының іс-әрекетін қайталайды. Сондықтан ата-аналар сабырлы болу, өз эмоцияларын дұрыс басқару, басқаларды құрметтеу сияқты қасиеттерді өз үлгісі арқылы көрсетуі тиіс. Егер үйде жылы қарым-қатынас орнаса, балалар өздерін қауіпсіз сезінеді және дұрыс дамиды. Отбасылық жанжалдарды ақылмен шешу. Жанжал кез келген отбасының ажырамас бөлігі. Бастысы, оны қалай шешу керектігі. Жанжал туған жағдайда отбасы мүшелері сабырлық танытып, мәселені ақылмен шешуі керек. Айғайлап, дауласу орнына әркім өз ойын ашық айтып, ортақ шешім табуға ұмтылғаны жөн. Қажет болған жағдайда отбасылық жиналыс өткізіп, әр адамның пікірін тыңдау ең тиімді әдістердің бірі. Бірге даму отбасын сүйіспеншілікке толы ету. Отбасылық тәрбие тек ата-ананың баланы тәрбиелеуі емес, сонымен қатар отбасының барлық мүшелерінің бірлесе өсуі. Ата-аналар өздерінің тәрбие әдістерін жетілдіріп, жаңа білім алуға ұмтылуы керек. Ерлі-зайыптылар бір-біріне қолдау көрсетіп, ортақ қиындықтарды бірге жеңуі тиіс. Ал балалар отбасының бір бөлігі ретінде жауапкершілікті сезініп, үй шаруасына белсене атсалысуы керек. Отбасылық тәрбие тек балалардың болашағына ғана емес, бүкіл отбасының үйлесімділігі мен бақытына тікелей әсер етеді. Бір-бірін түсіну, тиімді қарым-қатынас орнату, өнеге көрсету және жанжалдарды ақылмен шешу арқылы әрбір отбасы жылы әрі сүйіспеншілікке толы мекенге айнала алады. Бақытты отбасы кездейсоқ пайда болмайды, оны әрбір отбасы мүшесі бірге құрады.